Бұл шығарылымда шынайы оқиғадағы трагедиялық жағдайды баяндайтын боламын. Кішкене қорқынышты болады, бірақ бұл оқиға бәрімізге сабақ болатыны анық. Армысыздар достар, бұл Асия деректив арнасы. Арнадан қызықты деректер, шынайы оқиғалар және таңғалдыратын адамдар туралы бейнелерді көре аласыздар. Егер сізге осындай деректер ұнайтын болса, міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыз. Ендеше Жапон елінде жұмысшылармен болған сұмдық оқиғаны бастайық. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Жапондықтар өздерінің жұмысқа деген адалдығымен бұрыннан танымал болған. 70-ші жылдары шамадан тыс жұмыстан шаршау салдарынан болған өлімге сілтеме ретінде куруши термині енгізілді. Бұл туралы естігенде шығарсыз. Менеджерлер қызметкерлерді өз міндеттерінен шегінен тыс тәртіпсіз тапсырмаларды орындауға мәжбүр етеді және оларды жұмысқа ертерек келуге шақырады. Жұмыс уақытысы біткеннен соң да жұмыс жасатады. Тіпті олар үшін жұмыста қалып ұйықтау қалыпты жағдай болып қалған. Қоғамның теріс көзқарасы денсаулығына кері әсерін тигізетініне қарамастан, бұл өте кең таралған тәжірибе. Бұл зиянды дәстүр бүгінгі күнге дейін жалғасуда және қаншалықты жаман, нашар жұмыс жасасаңыз да, бұл тек тәжірибе деп саналады. Кейбір мекемелерде тіпті корпоративтік ашкөздік пен жұмысшылардың қауіпсіздігіне немқұрайлықпен қараудың қорытындысы бір адам үшін ойға келмейтін қайғы қасіретке әкелді. 1999 жылдың 30 қыркүйегінде таңертең техника атом электр станциясына Хисаши Очу, Масата Шинохара мен олардың бастығы Ютака Йококава үшеуі Такаймура атом электр станциясына келеді. Бұл олардың әдеттегі жұмыс күні болатын. Мен химик немесе физик емеспін, бірақ бұл жағдайда түсінгенімді айтайын. Бұл станция уранды өңдеу үшін қажет. Келешекте ол басқа атом станциялары мен реакторларда пайдаланылған отын штангаларына өңделеді. Бұл заводта арнайы дайындалған осы істің маманы болған жоқ, және оны осы уақытта бос болған қолжетімді техниктер орындады. Процедура қай құрылғыны, нені құю керек және қанша уақыт ішінде барлығын араластыру керектігі нақты көрсетілген. Және осыдан 3 жыл бұрын компания уран нитритінің ерітіндісін болаттан жасалған шелектерде пайдалануға болатын ресми процедураны өзгертті, яғни қолмен араластырады. Жұмсақ сөзбен айтқанда бұл заңсыз және мемлекеттік ережелерге қайшы болды. Бірақ бұл ешқашан апатқа әкелмеді, себебі уранның концентрациясы әрқашан өте төмен болды. Сол күні 3 жұмысшы келгенде компания ядролық отын таяқшаларын жеткізу кестесінен 2 күнге кешігіп қалған еді. Компания қызметкерлерге процедураны мүмкіндігінше тезірек аяқтау үшін қысым жасады. Сондықтан техниктердің өздері процедураны одан әрі өзгертті. Енді олар уран ерітіндісін шелектерге салып, оны тікелей тұнбаға қолмен құйып араластырды. Сонымен қатар олар тезірек жасау үшін бұрынғыдан да 7 есе көп уран концентрациясын пайдаланды. Бұл қайғылы салдарға әкелді. Таңертең шамамен 10:35-те Очу мен Шинохара шелектерге уран ұнтағын араластырып тұрды. Бірақ рұқсат етілген концентрацияны 7 есе көп пайдаланды. Очу шөгіндіге сүйеніп, платформаға тұрып, қоспаны құйған Шинохараға көмектесті. Кенеттен құрылғыда дабыл қосылып сигнал бере бастады. Олар қорқынышты қателік жібергендерін түсінді. Құрылғыдан үшеуі де көгілдір жарықтың жарқылын көрді. Бұл Вавилов-Черненко эффектісі деп аталады. Үлкен энергия бөлініп, соққы тудырады. Дыбысы ұшақтың немесе оқтың дыбысына ұқсас толқын. Нәтижесінде бөлмеде радиациялық жарылыс болды. Очи жақын тұрған соң радиацияның ең үлкен дозасын алды. Оның жанында тұрған Шинохара азырақ алды. Ал Йококава олардан бірнеше метр қашықтықта компьютерде отырды. Сондықтан ең аз сәулелену дозасын алды. Негізінде халықаралық деңгейде радиациялық қауіпсіздіктің бір адамға жылына 20 миллизиверт болуы керек.
ал өлімге әкелетін доза 5000 миллизиверт. Оучи бір сәтте 17000 миллизиверт радиация алды. Бұл өлім дозасынан 3 есе көп. Шинохара 10000 және Йококава 3000 миллизиверт сәулелену дозасын алды. Үшеуі де бірден қашып жүгірді, бірақ олар алысқа бара алмады. Оучи мен Шинохара бірден бүкіл денесінің күйіп жатқанынан ауырсынуды сезінді және жүрегі айнып, ауа жетпей ентігу басталды. Ал Йококава дәл сондай ауырсынуды сезінді, бірақ қатты емес. Оучи мен Шинохара киім ауыстыратын бөлмеге кіріп, құсып, сол жерде есінен танып қалды. Басқа да жұмысшыларға әсер етуінің алдын алу үшін завод дереу эвакуацияланды. Оучи, Шинохара және Йококава үшеуі Чибидегі ұлттық радиологиялық ғылымдар институтына жеткізілді. Оучи жағдайының ауырлығына байланысты оны тез арада білікті мамандары мен заманауи жабдықтары бар Токио университетінің ауруханасына жіберілді. 30 қыркүйек күні кешке Оучи Токио университетінің ауруханасына келді. Оны зембілмен көтеріп ауруханаға кіргізді. Жансақтау бөліміндегі бөлек бөлмеде білікті мамандар емдеді. Оған қараған медиктерінің бірінің айтуынша, ол ісінген қолы мен жаңа ғана күйіп кеткен терісіне қарамастан, бұл ер адамның көңілді, әңгімешіл және ақ жарқын екенін айтты. Оучи атом электр станциясында апатқа ұшырағаннан кейін ол тарихта ең қорқынышты өлім ретінде белгіленді. Дәрігерлер мәселені анықтау үшін науқастың бас сүйегін тексеру кезінде қорқынышты белгілерді байқап, Оучидің жағдайы қарапайым емес екендігін түсінді. Адам ағзасында өлетін сансыз көп жасушалар бар, бірақ олар қайтадан жаңа жасушаларға алмасып отырады. Біздің денеміздің хромосомалары осыған ықпал етеді. Егер хромосомалар жұмыс істемесе, адам ары қарай өмір сүре алмайды. Ал Оучидің хромосомалары радиациялық жарылыстан кейін қатты зақымданғаны сонша, кейбіреулері әйнек тәрізді бөліктерге бөлініп шашырап кеткен. Яғни бұл хромосомалар пайдасыз. Дәрігерлер көргендеріне сене алмады. Онда неге Оучи медбикелермен әңгімелесіп, қалыпты көңіл күймен жатыр? Дәрігерлер ер адамның өлім алдындағы елес сатысында жатқанын және бұл денсаулықтың бірнеше кезеңіне созылуы мүмкін екенін, Оучидің жасушалары әлі де жұмыс істеп тұрғанын баяндады. Сондықтан ол радиациялық улану кезеңінде екенін айтты. Бірнеше сағаттан немесе күннен соң организмде күресу кезеңі, яғни қорқынышты кезең басталатыны анықталды. Хромосомалардың функционалдығын жоғалтудан басқа ер адамның қанында лейкоциттердің деңгейі қауіпті түрде төмендеді. Яғни бұл организм инфекциялар мен ауруларға бейім болады деген. Жағдайды түзеу үшін осы іске жауапты дәрігер Казухико Маякава оны үнемі сыртқы қоздырғыштар мен бактериялардан қорғайтын залалсыздандыратын палатаға ауыстыруды бұйырды. Дәрігер оған өмір сүруге мүмкіндік беру үшін оның денесін сау хромосомалардың ағынымен қамтамасыз ету қажет екенін түсінді. Бұл оны жасушаларды көбейтуге және өзін қалпына келтіруге көмектеседі. Содан кейін ол қатерлі ісікті емдеу үшін қолданылған донордан сау сүйек кемтігін алмастыру арқылы жасауды шешті. Яғни сау жасушалар оның сүйек кемігіне еніп, өзінің сау жасушаларын қайтадан өндіруге мүмкіндік береді. Оучидің туған әпкесі бар еді. Оны дәрігерлер қолайлы деп тауып, операция жасалды. Бұндай радиациялық уланудан соң осындай ота жасалған алғашқы адам Оучи болды. Оның жақындарында тек қорқыныш болды. Операция сәтті өтті. Енді тек организмдегі өзгерістерді бақылап, қалыпта сақтап отыру қалды. Дәрігер Маякава үшін организмдегі кез келген өзгеріс жалған үміт сияқты жаңалық болып отырды. Дәрігер оның отбасысымен күнде кездестіріп тұрды. Бұл да оның жағдайын жақсартады деген үмітпен. Медбикелердің айтуы бойынша науқас олармен сөйлесіп, бір айдан соң ауруханадан шығатынын айтып, қуанып жатқанын айтты. Бірақ оның жағдайы қаншалықты нашар екенін Оучи түсінбеген сияқты. Уақыт өте келе радиациялық уланудың әсерінен организмде физикалық белгілер де пайда бола бастады. Науқас икемділігін жоғалтты.
терісі қабыршықтанып түсе бастады. Дәрігерлер медициналық таспаны алып тастаған кезде терінің үлкен бөліктерінің бірге алынып жатқанын байқады. Сондықтан олар медициналық таспаны пайдалануды тоқтатты. Содан кейін оның өкпесі сұйықтыққа тола бастады. Тыныс алуы нашарлады, бірақ ол бұрынғыдай қалыпты көңіл күйде жатты. Дәрігерлер егер осылай өкпеге сұйықтық жинала берсе, ол өздігінен тыныс ала алмайтынын айтты. Содан кейін оны жасанды тыныс алу құрылғысына жатқызды. Сонымен қатар эндоскопия жүргізіліп, ішек қабығының өліп жатқанын анықтады. Бұл ас қорыту сіңіру қызметі жұмыс істемейді. Онсыз адам тамақтан келетін қоректік заттарды сақтай алмайды, немесе суды сіңіре алмайды. Осыдан соң дәрігерлер бас сүйегін қайта тексеріп, тәжірибе жасағанда радиациялық уланудың әсерінен оның организміне жаңадан қосылған жасушалардың да бұзылғанын анықтады. Осы уақытта науқаста асқазан, ішек жолдарымен проблемалар басталды. Тәулік бойы диареямен ауырды. Сонымен қатар ішек қабықшасы ажырап, ішіне қан кете бастады. Ол өте көп қан жоғалтты, және дәрігерлер оған қан құюға мәжбүр болды. Нәтижесінде дене бұдан былай сұйықтықты сақтай алмады. Ауырсынуын жеңілдету үшін оған үнемі инъекция енгізіліп отырды. Дәрігер Маякава отбасысымен сөйлесіп, оның жағдайының жақсаруы екіталы екенін және оның одан сайын нашарлайтынын айтты. Отбасы одан Оучидің өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгенінің бәрін жасауын өтінді. Бұл кезде Оучидің ауруханада жатқанына 2 айдан артық уақыт өткен еді. Оған бірнеше рет қан құйылды, терісі ауыстырылды, жаңа жасушалары берілді. Ол жасанды тыныс алу арқылы тыныс алады. Терісі шіріген, қабағы жоқ болғандықтан ұйқыда да көздерін жұма алмайды. Ішектен қан ағып, үнемі күйдірілген ауырсынуды бастан кешіруде. Бірақ ол тірі және тұрақты түрде қан құйылуда. Оучидің жүрегі минутына 120-дан астам жиілікте соғуда. Марафонда жүгіріп жүрген сияқты. Содан соң кенеттен жүрегі тоқтап қалады. Дәрігерлер жедел көмек көрсетіп, массаж жасап аппаратқа жүрегін байланыстырады. Осыдан соң дәрігер Маякава Оучидің жақындарымен сөйлесіп, науқастың жүрегі қайта тоқтап қалатынын және ол қатты қиналып жатқанын айтып, оны тек құрылғымен ұстап қинаудың қажеті жоқ екенін айтты. Атом электр станциясында осы оқиға болған соң 83 күннен кейін Оучидің жүрегі тоқтап, ол қайтыс болды. Масато Шинахара осыдан кейін қайтыс болды. Оның емі әлде қайда жақсы жүрді. Бірақ иммунитеті әлсірегендіктен басқа инфекция жұқтырып алған еді. Ал Ютака Йококава аман қалды. Бұған нақты кім кінәлі? Ол әлі күнге дейін нақты кім екені белгісіз. Мүмкін қауіпсіздік ережелеріне сай емес, әрі заңсыз жасап жатқан бұл компанияның басшылары шығар. Немесе сол күні асығыстықпен істелінген қызметкерлердің қателігі ме? Жалпы Жапон елінің қызметкерлерге деген қатаң заңы ма? Сіз қалай ойлайсыз? Астына өз пікірлеріңізді комментарийға жазып бөлісе отырыңыз. Әрине, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Арнаға қолдау көрсетіп, лүпіл басып, бейне ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі қызықты шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.